Тақырып: Қаныш Сәтбаев ғылым білім туралы. Көркем әдебиет стилі. Қаныш Сәтбаев алгебрадан мектеп оқулығының алғашқы құрастырушысы. Тұңғыш кәсіби тау-кен инженері, ғалым геолог. Қазақстан ғылым академиясының негізін қалаушы және тұңғыш президенті. Қазақстандағы алғашқы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Еліміздегі ғылымның негізін салушылардың бірі. Мемлекет және қоғам қайраткері. Көркем әдебиет стилі. Тіл байлығының кеңдігімен ерекшеленетін, авторлық баяндау мен кейіпкерлер тілінен тұратын, проза, поэзия, драматургияда қолданылатын функционалды стильдің айрықша дамыған түрі. Тақырыпқа арналған сұрақтар мен тапсырмалар. Бірінші тапсырма: көркем сөйлемді тану. Мұғалім 3 сөйлем оқиды. Біреуі көркем стильмен, екеуі ресми, нейтрал. Дескриптор. Интонация, образдылық арқылы стильді таниды. Дұрыс сөйлемді атайды, себебін айтады. Екінші тапсырма: метафора құрастыру. Ғылым деп бастайды, студент жалғастырады. Дескриптор. Бір көркем метафора айтады, мағынасы түсінікті, стильдік ерекшелігі сәйкес. Үшінші тапсырма: ауызша шағын көркем ой толғау, 3-4 сөйлем. Қаныш ағаның еңбегі. Дескриптор. 3 сөйлем құрайды. Көркем құрал теңеу, эпитет қолданады. Логикалық байланыс болуы міндетті.